Сәлеметсіздер ме, құрметті 7 сыныптың оқушылары, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз қазақ әдебиеті пәні бойынша 90-дық жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ең алдымен арнамызға тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Бізде бұл қазақ әдебиеті пәні бойынша 90-дық жиынтық бағалау тапсырмалары бөлім ұрпақ тәрбиесі шығармалар, Мұхтар Шахановтың Нарынқол зауалы, Темірхан Тәуелсізбін өлеңі, Төлен Әбдіковтің бізде қонақтар, Александр Сергеевич Пушкин ескерткіш. Міне осы бөлім бойынша 90-дық жиынтық бағалау тапсырмалары. Оқушылар, олай болса тапсырмамызды бастайық. Бізде бірінші тапсырмада сәйкестендіріңіз деп бізге берілген. Бұл жерде қонақтар әңгімесінің сюжетіне талдау жасаңыз деп бізге талдау жасап, сәйкесінше ретін көрсетіңіз деп бізге берілген екен. Оқушылар, бұл жерде сіздер сәйкестендіре кетесіздер. Оқиғаның басталуы, яғни композициялық талдау десем де болады. Бұл жерде сіздер композициялық талдау жасайсыздар. Бірінші бізде Төлен Әбдіктің қонақтар әңгімесі, бізде оқиғаның басталуы. Ерғабыл шал мен кемпірінің әңгімесі. Келесі бізде оқиғаның байланысуы бізде Ерекеңнің малын іздеуші ішкі ойы. Келесі бізде оқиғаның дамуы қаладағы баласының келуі, қарияның қуанышы. Төртінші бізде оқиғаның шиеленісуі бізде ауыл қонақтары дастархан үстіндегі әңгімелер. Оқиғаның жарықтау шегі, әке мен баланың әңгімелесуі, Сапабектің жолға шығуы. Келесі бізде алтыншы бізде құлазыған көңіл, шалдың күнделікті күйбең тіршілігіне кірісуі. Міне. Яғни бұл жерде толықтай сәйкестендіре кеттік. Бірінші бізде В жауап, екінші бізде А, үшінші бізде Д, төртіншісі Ф, бізде бесіншісі С, алтыншысы Е. Міне осылай сәйкестендіріп шығасыздар. Екінші тапсырманы орындайық. Нарынқұм зауалы өлеңінің әке үкімі бөліміндегі шомбал жігіттің және әкесінің қателігін өлеңіне мысал келтіре отырып көрсетіңіз деп бізге берілген екен. Баласының қателігі бізге берілген тапсырмада баласының қателігі. Топ бастадық 4 адам Махамбеттің жақыны ықыласты үгіттеп, мақтап қағып арқаға қосып алдық ортаға, басын кесіп сыйға тарттық сұлтанға. Бұл жолдардан оның қатыгездігі, атақты ерді алдап соғу үлкен қателігі. Әкесінің қателігі. Менің бала күнімде Махамбетті жек көрем дегенің, пенделік қой салған мені тақымға, оған себеп сенің анаң жасынан ғашық болған сол Махамбет ақынға. Баласына жаман пікір сіңіргені, тәрбиелік тұрғыда жіберген қателігі. Міне. Келесі үшінші тапсырманы орындайық. Екінші бөлім тапсырмалары, кешіріңіздер. Бірінші тапсырмасы берілген шығармалардағы автор бейнесіне талдау жасаңыз деп бізге берілген. Мұхтар Шаханов Нарынқұм зауалы. Автордың ұстанымы, позициясы, ақиқат пен әділдік үшін күресу, рухани ар тазалығы. Жасаған тұжырымы, ата-бабалар аманатына адал болу, әр ұрпақтың міндеті. Темірхан Тәуелсізбін өлеңі, азаттықтың қадірін түсіну, тәуелсіз елдің азаматы болу, мақтаныш пен жауапкершілік. Төлен Әбдіков қонақтар, қалалық өмір мен ауыл тіршілігі арасындағы қайшылықты көрсету. Жасаған тұжырымы, ұрпақ пен ата-баба арасындағы байланысты үзіп алмау қажет. Автордың ұстанымы, позициясы, Александр Сергеевич Пушкин ескерткіш. Шынайы өнердің мәңгілік екеніне сенім. Жасаған тұжырымы, ақынның сөзі халық жүрегінде мәңгі жасайды.
Екінші бөлімнің екінші тапсырмасы тәуелсізбін өлеңінде автор тәуелсізбін танып тұрмын өзімді деп нені айтқысы келіп отыр. Тәуелсізбін танып тұрмын өзімді деген жол арқылы автор еркін елде өз болмысын тануға, шын мәнінде еркін ойлауға мүмкіндік алғанын айтқысы келіп тұр. Келесі тапсырма: өлең жолдарын өз бетіңше жалғастырыңыз. Ескерткіш орнаттым мен, қолдан келмес. Ел ізгі оған салған сой өлмес. Міне осыны енді біз жалғастыруымыз керек екен. Олай болса, жалғастырайық. Ескерткіш орнаттым мен, қолдан келмес. Ел ізі оған салған сой білмес. Жырларыммен тірімін мен ел жадында, ұмытылмас дауысым мың жылдан сөз. Міне оқушылар, дәл осылай сіздер өлең жолдарын жалғастырасыздар. Енді әрине өздеріңіздің жалғастырасыздар, шығармашылықтарыңызды қосып өздеріңіз осылай жалғастырасыздар. Мен енді барынша жаздым. Егер ұнамайтын болса өздеріңіз жазсаңыздар болады. Қосып өздеріңіз жазсаңыздар да қате болмайды. Келесі бізде үшінші бөлім тапсырмалары. Төлен Әбдіковтың қонақтар әңгімесіндегі автордың сөз шеберлігіне назар аударыңыз. Шығарманың эстетикалық әсері мен көркемдік құндылығын талдап, шағын сыни шолу жазыңыз деген. Ал екінші тақырыпта Мұхтар Шахановтың Нарынқұм зауалы шығармасындағы Махамбеттің бейнесін талдай отырып, шығарманың эстетикалық әсері мен көркемдік құндылығын талдап, шағын сыни шолу жазыңыз деп бізге берілген екен. Үшінші бөлім тапсырмалары. Мен оқушылар бірінші тақырыпты таңдаған болатынмын. Бұл үшінші бөлімге сіздерге 5 балл береді екен. Сондықтан сіздер бұл үшінші бөлім тапсырмаларын жақсы орындауларыңыз керек. Олай болса, эссемізді бастайық. Төлен Әбдіковтың қонақтар шығармасында ауыл тіршілігі мен адам болмысы шебер суреттелген. Жазушының көркем тілі, баяндау тәсілі мен ішкі монолог арқылы кейіпкерлердің жан дүниесін ашудағы шеберлігі бірден байқалады. Әңгімеде бастық назарда тұрған әке мен бала арасындағы рухани алшақтық, ұлттық құндылық пен жаңа заманның қарама-қайшылығы. Ерғабыл қарттың үмітпен күткен баласының қала тіршілігіне үйренісіп, ауылда жатсынып қалғаны қария жүрегіне ауыр тиеді. Осы сәтте автор кейіпкердің ішкі жан дүниесін үміт пен күйіншікке толы сезімін өте әсерлі жеткізеді. Дастархан басындағы әңгімелер мен ауыл адамдарының шынайы өмірі шығарманың реалистік сипатын күшейтеді. Әсіресе қарттың баласына қалада жүріп қазақи мінездің жоғалтып алма дегені іштей назалануы, ұрпақ сабақтастығының үзілмеуін қалаған жүрек үні. Әңгімеде қолданылған портреттік сипаттаулар, табиғат көріністері мен ауыл өмірінің қарапайым сәттері бәрі де оқырманды кейіпкерлердің ішкі әлеміне жақындатады. Автордың сөз шеберлігі арқылы оқырман тек оқиғаға куә болып қана қоймай, оны жүрекпен қабылдайды. Қонақтар отбасылық, ұлттық және рухани мәселелерді көркем тілмен өрнектеген тәрбиелік маңызы зор шығарма. Бұл туынды оқырманды ата-ананы қадірлеуге, ұлттық болмыс пен салт дәстүрді бағалауға, сонымен қатар ішкі жан дүниені түсіне білуге жетелейді. Міне оқушылар, дәл осылай сіздер тапсырманы орындайсыздар. Оқушылар, осымен біз толықтай ТЖБ тапсырмаларының барлығын орындаған болатынбыз. Оқушылар енді осы еңбегімді бағалап, арнама тіркеліп, және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы осы бітіріп отырған осы оқу жылының аяқталуымен сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Оқушылар, алдағы жазғы демалыстарыңызға сәттілік тілейміз. Жақсы демалыңыздар. Келесі оқу жылында бізбен бірге кездеседі деген үміттемін.
Олай болса, оқушылар, біз осы видеомызды аяқтаймыз. Бүгінге осы. Сау болыңыздар.